Саламатсыздар ма? Бүгін біз Padlet тақтасымен жұмыс жасайтын боламыз. Әдеттегенше Padlet тақтасына кіріп, IT батырмасы арқылы өзіміздің аккаунтымыздан кіреміз. Мінекей, тақтаға кірілді. Енді создать таску батырмасын басу арқылы карта деген таңдаймыз. Мінекей, картамыз жасалынды. Енді название батырмасын жазуын өзгертеміз. Мысалы, менің шерім деп өзгертіп қояйық. Ары қарай стиль карты батырмасын басу арқылы картаның түрін өзгертуге болады. Мінекей. Енді запрашивать одобрение деген батырмада галочка қоюдың қажеті жоқ. Енді далее басамыз. Поехали. Мінекей, Қазақстанға қарай жақындатайық. Енді плюс батырмасын басамыз. Енді потащите деп тұр. Мінекей, мына батырманы осыны басып тұрып, өзіміздің қажетті аумағымызға жібереміз. Мінекей, Ұлытау батырмасы, Ұлытауск район деп тұр. Мұнда фото, әртүрлі мәліметтер барлығын қоса аламыз. Мысалы, мінекей, Ұлытау деп жаздым, және YouTube-тан бір видео қояйын. Мінекей, YouTube-тың ссылкасын вставить батырмасын басамын. Разрешить, және оңға қарай кнопочкасын басам батырмасын. Мінекей, біздің видеомыз жүктеліп жатыр. Мінекей, жүктелінді. Енді Ұлытау жері деп жазып, опубликовать батырмасын басам. Мінекей, біздің картамыздағы белгілеуіміз қойылды. Қазақстан деп тұр. Осылайша басқа да қалаларға әртүрлі белгілер қойшуға болады. Мысалы, сабақта осы Padlet тақтасын контурный карта ретінде пайдаланып, оқушыларға осы Padlet тақтасының сілтемесін, болмаса QR кодын беруге болады. Мінекей, тағы Қызылордаға белгі қояйық. Мінекей, поделиться батырмасын басамыз. Міне, получить QR-ді осы жерден аламыз. Яғни балалар ұялы телефонын QR-ді сканерлеп алып қолдана береді. Болмаса копировать ссылку в буфер обмена батырмасын басу арқылы біз WhatsApp-тан жіберсек болады бір-бірімізге. Мінекей, кіріп көрейік. Мінекей, ашылды. Біз міне Қызылорда мен Ұлытау жерін екеуін белгілеген болатынбыз. Мінекей, Ұлытауды ашып көрсек, осындай терезе шығып тұр. Мінекей, біздің жұмысымыз осындай болады. Мінекей, Padlet тақтасын тек қана география пәнінде емес, тарих, әдебиет секілді пәндерде қолдануға болады. Тарихта, мысалы, әртүрлі шайқастар болған мекендерді белгілесек болады. Ал әдебиет пәнінде әртүрлі жазушы, ақын жазушылардың өмір сүрген аймақтарын белгілеп, балаларға әртүрлі тапсырма беруге болады. Оқу жылы басталғаннан оқу жылының соңына дейін өтілген мемлекеттерді, өтілген қалаларды белгілеп отырсақ, керемет жоба болып шығады. Мінекей, назарларыңызға рахмет.